Сәлем қымбатты арыстандар. Бұл 2025 жылдың шілде айына арналған жылды жорамал. Бұл ай сіз үшін арыстандар жеке жаңа жыл. Себебі шілде айының соңынан бастап арыстандардың туған күндері басталады. 2025 жылдың шілде айы сізге жаңа жоспарлар мен ішкі шабыт алып келеді. Бұл кезең сіздің өміріңізде жаңа тарау ашатын ерекше ай. Жалпы энергия мен көңіл күй туралы айтатын болсақ, шілде айындағы айдың басынан ақ сіз айналаңызда жағымды энергияны сезінесіз. Сізге қызығушылық танытатын адамдар көбейеді, жаңа таныстар көп болады, көптеген шақырулар, әртүрлі жерлерге кездесулер орын алады. Айналаңызда жеңіл флирт тұрады, достық, көңіл күй пайда болады. Бірақ ең маңыздысы, бұл ай сізге өзіңіздің шынайы қалауларыңызды түсінуге көмектеседі. Астрологиялық маңызды күндер туралы айтатын болсақ, 4 шілде күні Венера 11 астро үйге өтеді. Бұл транзит достармен қарым-қатынас, командалық жұмыс, әлеуметтік ортадағы жетістіктерге жол ашады. Бұл адамдармен араласу, флирт, достармен жиналыс, топпен серуендеу сияқты қуанышты сәттердің уақыты. Сонымен қатар сыйлықтар, қолдау әртүрлі, әсіресе жұмыс орында, мысалы басшылықтан қолдау, ынталандыру күтпеген жерден келетін болады, сыйлықтар күтпеген жерден беретін болады. Бұл кезеңде сіздің жобаларыңыз қолдауға ие болуы мүмкін. Сондықтан егерде ондай қандай да бір алға аудиторияға таныстырғыңыз келген идеялар болса, презентация жобаларыңыз болса, қазір соларды көрсетуге, сахнаға шығып болсын, немесе қандай да бір қауымның алдында идеяларыңызды жеткізуге өте қолайлы уақыт. Келесі 7 шілде күні Венера мен Плутонның аспектісі болады және Уран планетасының 11 астро үйге өтуі. Бұл өте күшті күн сіз үшін. Бұл жаңағы екі айтылған астрологиялық оқиға бір-бірімен қатар жүреді. Венера мен Плутонның үйлесімі сіз үшін арыстандар, ол махаббатта, серіктестік, қаржылық салаларда табысты шешімдер, жаңа таныстықтар, күтпеген жерден романтикалық жағдайлар. Ал екінші астрологиялық оқиға, яғни Уран планетасының 11 үйге өтуі, бұл келесі 7 жылда достар, топтық жобалар, әлеуметтік желі арқылы сіздің өміріңізде жаңа кезең басталады. Негізі Уран планетасының 11, яғни Уран планетасының белгіні ауыстыру туралы толық бөлек видео жасаймын, себебі бұл өте қызықты құбылыс және біздің өмірімізде әрбір осы 7-8 жыл сайын ауысып тұрады және көптеген өзгерістер әкеледі. Ол туралы бөлек видео болады. Ал бұл видеода тек қана осы шілдеде болатын құбылыстар туралы айтып шығамын. Келесі 10 шілде күні Тауешкі белгісінде толық ай болады аспанда. Бұл ай сіз үшін, яғни бұл кезеңде 10 шілде аралығында күнделікті жұмыс, денсаулық, режим, қызмет көрсету саласына қатысты маңызды нәрселер болады. Бұл кезде жұмыстан кетуі мүмкін, мысалы проект бітіп, немесе жоба бітіп деген сияқты, немесе кардинальды түрде жаңағыдай жұмыстан кету, немесе жаңа жұмыс табу, яғни жаңа жұмыс тапқан соң кетуіңіз мүмкін, немесе демалысқа шығуыңыз мүмкін. Көптен күткен демалыс болуы мүмкін, сонымен баланың артынан қарайтын демалысқа шығуыңыз мүмкін. Ол тек қана әйел адамдарға емес, еркек адамдарға да қатысы болуы мүмкін, себебі қазір еркек адамдар көп шығады бала қарауға, жаңағы декреттік отпуск сияқты. Медициналық тексеру нәтижелері шығуы мүмкін бұл кезде, және ем-шараны аяқтау. Үй ішіндегі өзгерістер, яғни тазалау жұмыстары, жөндеу жұмыстары, егерде бақша болса, онда гүл отырғызу сияқты нәрселер бәрі де оң нәтиже беретін болады. 13 шілде күні күн мен солтүстік түйеннің үйлесімді аспектісі болады. Бұл күні ішкі жарық пен сыртқы жол көрсетуші қосылады. Бұл сіздің жасырын ойлар мен шешімдердің кезеңі. Сіз бюджет, инвестиция, бірлескен қаржы туралы шешім қабылдайтын боласыз. Жасырын жоспарлар, ішкі трансформация басталуы мүмкін. Яғни
біреулермен бөліспей, мысалы іштей басқа өзіңіздің жеке жоспарларыңыз туралы ойлар болуы мүмкін. Медитация, дұға ету, ішкі тыныштық табуға бұл өте жақсы күн. 13 шілде. Келесі 18 шілдеден 11 тамызға дейін Меркурий планетасы ретроградта болады, яғни артқа қарай жүреді. Меркурий артқа жүрген кезде біз бұрынғы ойларымызға бірінші үйде болады. Бұл сіздің астра, сондықтан сіз үшін бұл бұрынғы ойларыңызға қайта оралу, шешімдерді қайта қарастыру, өзгерістер енгізу, әңгімелерді қайта бастау, егерде нәтиже бермеген әңгіме болса, немесе біреуге айтып қана қойып, бірақ ол адам сізді естімеген болса соңына дейін. Қазір Меркурий ретроградты болғанда, яғни соңына дейін нәтиже бермеген, шешілмеген мәселелердің бәрін қайта қарастыруға өте жақсы уақыт. Сонымен қатар өзіңізге өзіңіз жаңа көзқараспен қарайтын боласыз. Мен кіммін деген сұраққа жауап іздеуіңіз мүмкін. 22-23 шілде арасында Марс пен Кету қосылысы болады. Бұл қаржылық салада кармалық тақырыптар белсенді болады бұл кезде. Бұл нағыл деген сөз, яғни кармалық деп, егерде қандай да бір нәрсеге бізді өмір үйреткісі келсе, қандай да бір сабақ алу керек болсақ, мысалы сол туралы айтады, иә. Сондықтан екінші үйге қатысты болғандықтан бұл ақшаға қатысы бар. Егерде ақшаға қатысты сізде қандай да бір проблема болса, шаруа болса, шешілмей жүрген, көптен бері шешілмей жүрген, онда сізге өзіңіздің ақшамен қарым-қатынасты ойлау керек. Яғни жеке ақшаға деген, табысқа деген көзқарасыңыз, қарым-қатынасыңыз қалай жинай білесіз бе, басыңызда кредит көп пе мысалы, немесе инвестицияңыз бар ма. Яғни ақшаны қалай санаймын, қалай жинаймын деген сұрақтар болуы мүмкін. Егерде осы уақытқа дейін ешқандай бұл салада сізде проблемалар болмаған болса, онда кармалық тақырыпты, яғни сабақты сіз өткен болып табыласыз. Шығындар болуы мүмкін бұл кезде, барлығын жоспарлау керек. Және бұл арада 22-23 шілде аралығында қатты айтылған сөздер қарым-қатынасты бұзуы мүмкін, сондықтан жұрттармен диалог құрастырғанда абай болып сөйлеу керек. Эмоцияға беріліп, ертең өкінетін нәрселерді айтпаған жөн. Сонымен қатар жаңа табыс көзін іздеуге сізде мотивация арта бастайды. 24 шілде күні Арыстан белгісінде, яғни сіздің белгіде жаңа ай туады, жеке жаңа жылыңыз басталады. Бұл уақытта міндетті түрде жаңа мақсаттар қойыңыз, әсіресе дәптерге, қағазға түсіріп, тек қана ойыңызда ғана ойлап қоймай, болашағыңыз үшін жоспарыңызды жазыңыз. Бұл күн сіздің не қалайтыныңызды анық түсінуге мүмкіндік береді. Аспект Сатурн мен Нептунмен үйлеседі. Бұл білім алу, шетелге бару, оқу, рухани даму бағытында өте күшті энергия болады. 25 шілде күні күн мен Плутон бір-біріне қарсы тұрады. Бұл кезеңде серіктестік қарым-қатынаста шиеленістер болуы мүмкін. Бұл күні кім сізге пайда береді, ал кім сіздің энергияңызды сорып жатқанын түсінетін күн. Яғни жеке шекараңызды жұрттармен қарым-қатынаста, өзіңіздің жеке шекараңызды және эмоциялық тәуелділікті қайта бағалайтын уақыт. Жан жағыңыздағы адамдармен мысалы қарым-қатынаста кімнен кейін, яғни сіз энергияңыз көтеріңкі болады. Мысалы мотивацияңыз арта бастайды өмірге деген, қандай да бір өзіңіз көтеріңкі көңіл күйде боласыз, байқайтын шығарсыз. Ал кейбір адамдармен болғаннан кейін, мысалы, біз кішкене түңелеміз, немесе шаршағандай боламыз, біздің энергиямызды біреу алып кеткендей болады. Осыны білу керек, яғни бақылай білу керек, кімнің қасында сіздің энергияңыз артады, ал кім сізден энергияны сорады. 25 шілдеде осыған бақыласаңыз болады. Және егерде біреу сол сіздің энергияңызды алып қойғандай сезімдей болатын болсаңыз, ол адаммен азайтып, мысалы кездесуді, немесе сөйлесуді, қарым-қатынасты кішкене азайтып, немесе жеке шекараларыңызды белгілеу керек.
яғни сізбен мүмкін қатты кетіп сөйлесіп қалып жатыр ма, немесе сіз сөйлескіңіз келмейтін нәрселер туралы айтып жатыр ма, сізге керек емес қандай да бір ақыл айтып жатыр ма, иә. Сондай егер де байқайтын болсаңыз, сондай нәрселерді жеке шекараны белгілеу керек. Сізбен қалай болады, қалай болмайды деген нәрсе сияқты. Келесі 31 шілде күні күн мен ретроградты Меркурийдің қосылысы болады. Бұл жарқын идеялар мен ішкі жаңалықтардың күні. Шабыт келеді сізге міндетті түрде, бұрынғы жоспарлар жаңа жағынан көретін боласыз. Яғни бұрын болғанмен де мүмкін бұған дейін сізде ресурстар жетпеді, немесе ақша, немесе уақыт, керек адам. Ал қазір сіз соны басқа жағынан көре бастайсыз, немесе қалай соған жете аласыз деген мысал жаңа жолын көре бастайсыз. Және сонымен қатар бұл кезеңде сырттан маңызды ақпарат алуыңыз мүмкін. Сонымен қатар шілде айында қосымша маңызды кезеңдер бар. Бұл 10-16 шілде аралығында Сатурн планетасы стационарлы түрде болады. Бұл қаржылық, заңдық немесе ортақ бюджетке байланысты істерде кідіріс болуы мүмкін қандай да бір, және бұрын басталған істі қайта қолға алу қажеттігі тууы мүмкін. Және екінші құбылыс немесе екінші маңызды оқиға ол 1-12 шілде аралығында Нептун стационарлы болады. Бұл уақытта сізде интуиция күшейеді, жасырын ақпараттар ашылуы мүмкін сізден жасырын болған, немесе сонымен қатар Нептун бұл біздің түсіміз, иә. Кейде түстер орындалады ғой, вещи сон деп айтады. Сол вещи сон сияқты түс арқылы нұсқау алуыңыз мүмкін, яғни подсказка болуы мүмкін, иә, түс көргенде. Сондықтан 1-12 шілде аралығында қандай да бір қызықты сізге бір нәрсе дегендей түстер болса, қағазға түсіруге болады, немесе өзіңізге талдау жасап көруге болады, не туралы айтқысы келгені. Қорытындылайтын болсақ, құрметті арыстандар, 2025 жылдың шілде айы сіз үшін нағыз жаңа бастаманың уақыты. Өз армандарыңызды шындыққа айналдырыңыз. Жаңа таныстықтардан қорықпаңыз, жаңа идеялардан қуат алыңыз. Бұл ай сіздің қолыңызда. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Тағы да кездескенше.